деген инстаграмға сторис салып отыр. Bir жылап алдым бар ғой. Кәдімгідей басым ауырып тұр ше уже. Ана сөздердің бәрін жазып отырып, просто иногда ойлап қаламын да. Жоқ, ойлайсың ғой, ана болғаннан кейін, блин, балалардың тура сен көрген нәрсені көрмесінші, күшті өмір сүрсінші деп. Ойлайсың ғой, кейбір әйелдер маған жазады да, Айгүл, сен өзің қиын болған шығарсың, содан кейін де сенен кеткен шығар деп. Сізге айтқым келіп тұрды, что біз ажырасқан кезінде Асылжан тастап кеткен жоқ. Бізде ондай болған жоқ. Ажырасқан кезімізде ол ажырасуды мен таңдадым. Мен солай дұрыс деп қабылдадым. Ең бірінші мен оған айтпай, тек қана заттарымды жинап, жоқ болып кеткен болатын. 2 баламды алып. Оның да үлкен себептері бар. Жарайды, ол бұрынғы историяны қазір айтқым да келіп тұрған жоқ. Маған қазір просто ішімде тұрған нәрсе, менде тура осындай нәрсе басымнан өтті. Әкем тірі бола тұра көрген жоқпын кішкентай кезімнен бастап. Өскен кезімде бірақ көрдім. Ол сағынышты мен білемін. Мысалы, мектепте болсын, басқа ортада болсын, ол нәрсе қатты сезілетінін білемін. Мысалы, әкесі бар балалар, әкесімен бірге ойнап жүрген кезінде сен бір шетте бар қарап тұрасың да. И сондай іштегі бір үміт, сағыныш, реніш, бәрі бір қиналып, сондай болып жатасың. И сол сезімдердің бәрін сезінгеннен кейін балаларды да ойлаймын да, мен кейін мүлдем көрсетпеу деген ойымда болмаған. Не деген менде әкесі, ол жақты білу керек. Бірақ енді өкінішке орай әкесі хабарласқан да жоқ. Келем, немесе келе алмайым, осындай жағдай болып қалды деп айтқан да жоқ, түсіндірген де жоқ. Бір жағынан өзім ойладым да, Айгүл көш, главный 2 баланың қасында, главный дені сау, сөйлейді, сабағына барады екеусі. Құдайға шүкір. Ал қалғанын Аллаға тапсырдым, өзі реттейді. Басқа ештеңе де алмаймын. Басқа ештеңе де алмаймын. Мен әлсіз тұсым осы 2 балам ғана ғой негізі. Бір осыларға сөз келсе, немесе мен 2 балам туралы сөйлесе ғана, немесе бір басқа кім бар мен? Осы екеусі бар. Екеусі қасымда болса болды. Сол үшін де басқа адамдарға энергиямды құртып, анда көңіл түсіргім келмейді. Осы екеу жылағымды көрмесінші, главный. Бір андай даусымды шығарып, бір жылап алғым келеді да, бірақ сонда да андай бір ұстап тұрады да, қойшы Айгүл, 2 балам бар, сен мықты болуың керек, сен анасың деген нәрсе. Дегенмен де бір кісі осындай сообщение жазып жіберіпті, қараңыздар. Мен айтамын да, үмітсіз шайтан адам. Андай нәрсе бір үмітін үзбейді ғой ешқашанда. Бұл жерде мен өзіме емес, балалар үшін үміттеніп тұрмын да, бір көріп қалар, сағыныштарын басып қалар деген сияқты нәрсе. Мысалы, осы жыл балаларды ауылға бардым, ата-апасын көрді. Асылжан сол велосипедтерін салып жүрген екеуіне, бірсыпыра киімдерін алып берді. Әрине оған рахмет айтам. Жоққа шығармай, мен ешқашан ешқандай бір адамның жақсылығын жоққа шығарған емеспін. Қалай бар, солай берді ма, я осындай болды деген сияқты айтам. Бірақ мен өзімнің ойымда тек қана онымен шектелмеу керек деп ойлаймын да. Ол көру керек әкесін. Ол 5 жылда, мен осы уақытқа дейін 5 жыл болма, 5 жылдан астыма да ажырасқанымызға. Соның ішінде мен бір мазасын алып, қайта звондап, неге өйтпейсің, неге бүйтпейсің деген сияқты нәрсе айтпағам. Осы уақытқа соның ішінде мен бір мазасын алып, қайта звондап, неге өйтпейсің, неге бүйтпейсің деген сияқты нәрсе айтпағам. Осы уақытқа дейін мүлдем, даже мен звондап іздемегем да. Себебі ол кезде балалар кішкентай болады.
балалар кішкентай болған кезінде олар маған әкем керек, маған әкемді көргім келеді деген нәрсе айта алмағандықтан мен асыл жанға мүлдем звондамайтынмын. Енді қазір балалар өскеннен кейін, бұлар қазір әкемді сағындым деп айтқаннан кейін мен өзімнің баяғы реніштерімнен, басқа да нәрселерден аттап, сол адамға звондап, осылай көріс деп айтуыма да тура келіп тұр. Енді көреміз бұйырған не болса да. Қайта бір ішімдеген шығарып алдым. Сіздерде де сұрақ көп шығар дегенмен де, даже өзімде иногда сұрақ көп. Миымда деген неше түрлі сұрақтар тұрады. Бірақ ол сұрақпен, баяғы өмірмен, артта өтіп кеткен өмірмен өмір сүргім келмейді. Олардың болашағы бар, олардың оқу, басқа нәрсесін бәрі өзіне қарап тұрғаннан кейін мықты болу керек. Арасында бір жылап аламыз да дальше жүре береміз ғой. Пендеміз, адам болғаннан кейін бәрімізде де ондай болады. Сол үшін де бәрі жақсы.